Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Әңгіменің басы менің әріптесім, филологияның кандидат доцент Бақыт Тасболаттың маған жолдаған сәлемдемесінен басталады. Сәлемін қабыл алып, мен Абай атамыздың бір өлеңін оқығым келіп тұр. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт жел салғып, түн басады салбырап, шаң шығармас жолдағы, сілкіне алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ дейді. Бұл Абай атамыздың өлеңі негізі тәржіма, оны орыстың атақты ақыны Михаил Лермонтовтан аударған. Енді Михаил Лермонтов не дейді? Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой, не пыли дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты, дейді Михаил Лермонтов 1840 жылы. Осылай жазған екен. Из Гете дейді, Гетеден алған, Абай атамыз Лермонтовтан, Лермонтов Гетеден алған. Енді Гетенің неміс тілінде жазған осы өлеңін оқып жіберейік. Транскрипция ретінде оқимыз. Über allen Gefällen ist Ruhe in allen Gefällen, spürest du kaum einen Hauch, die Wegelein schweigen, in balde, warte nur balde, ruhest du auch, дейді Гете. Енді осы үш ақынды, әлемнің үш мықты ақынын оқып отырып, Бауыржан Момышұлы өзінше комментарий жасап, былай деп баға береді. Баукең айтады: Абай кеңітет, тереңдетет, байтат, Абай символизирует, обобщает многопланно, о вечном покое. У Абая полное одиночество, у Абая глубже, у Абая близко к адекватному реквиему, зрелый как поэт с налетом пессимизма. У Лермонтова вольный перевод романс, у Гете юношеский марш беззаботного студента, наивный юноша, где его отдохнешь и ты до первой харчевной, деп баға берген. Сөйтіп, үшеуіне өзінің 3 балдық, 5 балдық жүйемен баға қойып шығады. Бірінші Абай атамызға 5, Михаил Лермонтовқа 4, Иоганн Вольфганг Гетеге 3 деген баға қояды. Әдеби сәлемді енді мен одан ары қарай бүкіл әдебиет сүйер қауымға жолдаймын.